Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Бүгін сіздерге сабақ өтетін Алматы облысы тіл оқу әдістемелік орталығы Көксу аудандық филиалының меңгерушісі Олжас Кенжебекұлы Қойшыбеков. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы қайда жұмыс істейсіз? Грамматикалық тақырыбымыз жіктік жалғау. Сабағымызды бастамас бұрын жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Асхана, аурухана, емхана, әкімдік, дүкен, мекеме, мектеп, мейрамхана, ойым, отбасы жағдайы, түйіндеме, үйленген, бойдақ, тұрмыста емес, еңбек өтілі, жоғары білім, жұмыс іздеу, жыл. Бірінші тапсырма. Сәйкестендіріңіз. Тексеріңіз. Іскер адам, еңбек өтілі, мемлекеттік мекеме, орта білім, отбасы жағдайы, менің мамандығым. Екінші тапсырма. Оқыңыз. Сәлем, Болат. Сәлем, Айдос. Қалың қалай? Жақсы. Ал сенің қалың қалай? Жұмысың қалай? Рахмет. Мен қазір Ақтөбеде зауытта инженер болып жұмыс істеймін. Асқар аға қайда? Алматыда. Ол үйленген, бір баласы бар. Ал мен әлі бойдақпын. Менде. Бұл кадр бөлімі ме? Я, кадр бөлімі. Кіріңіз. Менің аты жөнім Нұрлан Қайдарұлы. Мен жұмыс іздеп келдім. Түйіндемеңіз бар ма? Мамандығыңыз қандай? Түйіндемем жоқ. Мен бағдарламашымын. Неше жастасыз? Мен 32 жастамын. Отбасы жағдайыңыз қандай? Үйленбегенмін. Біліміңіз қандай? Жоғары. Еңбек өтіліңіз бар ма? Я 8 жыл фирмада бағдарламашы болып жұмыс істеймін. Қай фирмада? Қанағат фирмасында. Бүгінгі біздің грамматикалық тақырыбымыз жіктік жалғау. Жіктік жалғау жақтық мағына білдіреді. Жіктік жалғау есімдер мен етістіктерге жалғанады. Жіктік жалғаудың жалғану үлгілері. Мен Асқармын. Мен есепшімін. Бірінші жақ. Мын, мін, бұн, бін, пын, пін. Үлгілері. Мен дәрігермін. Мен оқимын. Екінші жақ. Сен. Сың, сің. Сен дәрігерсің. Сен оқисың. Екінші жақ. Сіздер. Сіз, сіз. Сіз дәрігерсіз. Сіз оқисыз. Үшінші жақ. Ол дәрігер. Ол оқиды.
болымсыздық мағына есімдерге емес сөзінің тіркесуі арқылы жасалады. Қосымша үндестік заңына сәйкес емес сөзіне жалғанады. Мысалы, мен Асқар емеспін. Мен есепші емеспін. Үшінші тапсырма. Қажетті жалғауды жалғаңыз. Тексеріңіз. Емханада, кеңес институтында, мектепте, заңгер компаниясында, асханада, қуат фирмасында, ұйымда, ауруханада, береке дүкенінде, мемлекеттік мекемеде. Төртінші тапсырма. Қажетті жалғауларды жалғаңыз. Тексеріңіз. Ол фирмада аудармашы болып жұмыс істейді. Менің ағам автопаркте жүргізуші болып жұмыс істейді. Сіз Ханшайым мейрамханасында аспазсыз ба? Сен университетте заңгер болып жұмыс істейсің бе? Мен Хабар газетінде тілші болып жұмыс істеймін. Сіз емханада дәрігер емессіз бе? Мен Павлодар әкімдігінде аудармашы болып жұмыс істеймін. Үй тапсырмасы. Қажетті жалғауларды жалғап, сөйлем құраңыз. Мысалы, мен мектепте жұмыс істеймін. Құрметті тыңдаушылар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.